саламатсыз ба? Менің есімім Айгүл. Шымкент қаласында дүниеге келгенмін. Осы Шымкент қаласында Шымкент әлеуметтік педагогикалық университетін бітірдім. Педагогика, психология мамандығы бойынша. Сол мамандық бойынша жұмыс жасаймын. Балабақшада. Ол балабақшада істегенім 3-4 жыл болды. Сол балалармен жұмыс істеген өте ұнайды. Бір күннен ерекше өтеді әр кезде. Әртүрлі сәттер болады. Балдардың күлкісі, балдардың қуанышы, соны көрген өзі үлкен бір бақыт. Бұл мамандықты таңдаған себебім, өйткені балдардың қазіргі заманда балдар өте тұйық балдар көп. Сол балдарды ашып, өмірге көзқарастарын, өмірдің жақсы екенін, өмірге белсеністерін, талпыныстарын күшейту үшін осы мамандықты таңдадым. Сол денсаулығым сыр беріп ауырдым. Жергілікті емханаға барып көріндім. Олар жаңа УЗИ-ға түсіріп, содан бүйрегім ауыратынын, жаңа бүйректе тас бар деп айтты. Сол тас олар өздерінің жаңағы емдерін, ем қабылдауға жазып берді. Ол бойынша ем қабылдадым, бірақ ешқандай өзгеріс болмайды. Әлі талай емделу керек дегеннен кейін осы ламифарен жөнінде естідім құрбыларымнан. Сөйтіп осы ламифаренге хабарласып, ламифаренге тапсырыс бердім. Тапсырыс беріп, сол тапсырысын алып, емін қабылдап, сол емнен нәтижесін көріп, сол нәтижесіне разышылығын білдім, ұнатып, жаңа емін жақсы жүріп атқанын, денсаулығымның жақсарғанын, сол ламифареннің арқасында бүйрегімдегі тастың кеткенін, бәрін УЗИ арқылы біліп, сол ламифаренді қолдануым. Ламифарен ішкен кезде өзімді еркін сезіндім. Жаңағы басым ауырғаны қойды. Әлсіреу болатын ол бәрі қойылды. Өзімді өте сергек сезіндім. Ұйықтайтын кезде ұйқым бұзылатын ол да тыныш болды. Менің өзімнің таныстарымнан өзімнің апам алып ішті. Ол кісінің қан қысымы жоғарылап кеткен. Сол қан қысымы жоғарылағаннан кейін сол ламифаренді алып, сол өнімді тұтынып, содан өзінің қан қысымын төмендегенін, өзінің жаңағы жақсы сезініп, сол ламифарен арқылы әлде де ол кісі тапсырысты алып, әлде де қабылдап отырады. Ламифарен өніміне өзімнің ойым өте жақсы, өзіміздің Қазақстан отандық өнім. Ешқандай да адам денсаулығына ешқандай кері әсері жоқ, қайта пайдалы. Көптеген адам ағзасындағы ауруларға емдік қасиеттері бар, ешқандай зияны жоқ, халал өнім деп ойлаймын өзім. Ламифарен өніміне үлкен алғысымды білдіремін.